шаш үлгіңізді өзіңіз таңдай алмайтын елге өмір сүре алар ма едіңіз? Теледидарда тек бір ғана арна көрсетілетінін елестете аласыз ба? Ал шетел фильмін көргеніңіз үшін түрмеге қамалсаңыз ше? Бұл кино емес, бұл шынайы өмір. Бүгін біз әлемдегі ең жабық мемлекет Солтүстік Кореяның сұмдық қатал заңдары туралы айтатын боламыз. Бұл елді бүгінге шейін 3-ші буын басшысы Ким Чен Ын басқарады. Бірақ бұл жүйе одан бұрын басталған. Дайын болыңыз. Кейбір заңдар сізді таңғалдырады, ал кейбірі тіпті шошытуы мүмкін. Елден қашу ол сатқындық. Солтүстік Кореяда елден қашу ең ауыр қылмыстардың бірі. Егер адам Қытайға немесе басқа елге заңсыз өтсе, ол ғана емес, оның отбасы да жазаға тартылады. Бұл ұжымдық жаза деп аталады. Яғни бір адамның әрекеті үшін 3 ұрпақ жауап беруі мүмкін. Кейбір деректер бойынша қашқындардың туыстары арнайы еңбек лагерлеріне жіберіледі. Бұл лагерь туралы бұрынғы тұтқындар ауыр жағдайлар болғанын айтты. Екінші, шетел фильмдері мен кей-поп өте қауіпті. Сізге BTS-ті тыңдауға болмайды десе не істер едіңіз? Солтүстік Кореяда оңтүстік кореялық сериалдарды көру қылмыс. 2020 жылы билік реакциялық мәдениетке қарсы заң деп қабылдады. Бұл заң бойынша оңтүстік Корея фильмін көру түрме, тарату ауыр жаза. Кей жағдайларда өлім жазасына дейін жетуі мүмкін. Интернетте ашық емес, халық тек ішкі бақылаудағы желіні ғана пайдалана алады. Үшінші, тек бекітілген шаш үлгілері. Бұл рас па, әлде миф пе? Солтүстік Кореяда ер адамдарға арналған рұқсат етілген шаш үлгілерінің тізімі бар деген ақпарат тараған. Кейбір дереккөздерде ерлерге 10-15 стиль ғана, әйелдерге де шектеулі нұсқалар ғана бар. Ал көшбасшының шаш үлгісін қайталауға тыйым салынғаны туралы мәліметтер де бар. Төртінші, дінге шектеу. Ресми түрде ел атеистік бағытта. Христиан дінін жасырын ұстанған адамдарға қатаң жаза қолданылатыны туралы халықаралық ұйымдар хабарлаған. Бесінші, саяси лагерлер. Ең қорқынышты тақырыптардың бірі ол саяси лагерлер. Бұрынғы тұтқындардың айтуынша, онда ауыр еңбек, азық-түлік тапшылығы, қатаң бақылау бар. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары мұндай лагерлер бар екенін мәлімдеген. Алайда ел билігі мұндай айыптауларды жоққа шығарады. Алтыншы, сайлау бар, бірақ таңдау жоқ. Солтүстік Кореяда сайлау өтеді, бірақ бюллетенде тек бір ғана кандидат болады. Ресми нәтижелерде 99% қатысу көрсеткіші жарияланады. Бұл жүйе елдің негізін қалаушы Ким Ир Сен кезеңінен бері жалғасып келеді. Жетінші, күнделікті өмірдегі бақылау. Радиолар тек мемлекеттік толқынды ұстайды. Шетелге қоңырау шалу қиын. Үйде көшбасшылардың суреті ілініп тұруы міндетті. Көшбасшылар Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын. Олардың портреттеріне құрмет көрсетпеу жазаға себеп болуы мүмкін. Солтүстік Корея әлемдегі ең жабық әрі ең бақылаудағы мемлекеттердің бірі. Бірақ маңызды нәрсе бар. Қарапайым халық бұл заңдарды жасаған адамдар емес. Көптеген сарапшылардың пікірінше, ақпараттардың шектеулі болуы елдің басты ерекшелігі. Сіз не деп ойлайсыз? Мұндай жүйе қанша уақыт өмір сүре алады? Және осындай елге тұра алар ма едіңіз? Пікіріңізді төменде жаза кетіңіз және каналға тіркеліп қойыңыздар достар.